Армысыздар, құрметті қонақтар. Бір жүректен шыққан шымыр сөз, кем дегенде жүрекке бұғып жатқан бұла сезімнің бұлықсып бас көтеруіне түрткі болады. Жүректегі сезімді оятқан өлең тегін өнер болмаса керек. Өлеңнің өнегесі сол, ол адамдық сезімді оятып қана қоймайды. Оны адамзаттық асқақ сезімнің дәрежесіне дейін көтереді. Азаматтық асқар сезімнің шыңы ұлттық сезімде өлең арқылы оянып, рухани күш алады. Міне, қанатты сөздерімен қуат беретін өзгеше өнер иелері қай уақыттан да қадірлі болған. Жұртшылыққа жырымен танылған жандардың бірі Сағынай Ешекенов еді. Сағынай Ешекенов Арал өңірінің ардақты ұлы, өнерде елеулі орын алатын тұлға, ақын, артына ұмытылмас із қалдырған азаматтардың бірі. Ақын Сағынай Ешекеновтың 75 жылдығына арналған «Сағындырған Сағынай» атты облыстық жазба ақындар мүшәйрасына қош келдіңіздер. Бүгінгі жазба ақындар мүшәйрасына қатысушы ақындарымызды сахна төріне шақырайық. Шыңдалы Шапағат, Қазалы ауданы. Мөлдір Тәңірбергенова, Қармақшы ауданы. Сәния Жақып, Жалағаш ауданы. Данияр Уәлиев, Сырдария ауданы. Ғабит Кәдірбай, Қызылорда облысы. Бекжан Ержігіт, Шиел ауданы. Айғаным Меденова, Жаңақорған ауданы. Олағат Ханзада, Қызылорда облысы. Төремұратов Жансерік, Арал ауданы. Және Айдар Сайлауов, Арал ауданы. Қадірменді ағайын, жыр мүшәйрасының қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Толыбай Аблаев, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Жарасқан Әбдірашев атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты, Арал ауданының құрметті азаматы, қазылар алқасының төрағасы. Алдажар Әбілов, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, профессор. Мираш Карабалинова, ардагер ұстаз, қазылар алқасының мүшесі. Ақын Сағынай Ешекеновтың 75 жылдығына арналған «Сағындырған Сағынай» атты облыстық жазба ақындар жыр мүшәйрасын ашып беру үшін сөз мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Мақатов Бауыржан Ібрашұлына беріледі. Құрметті жерлестер, ардақты ағайын, сөз өнерін кие тұтқан жыр сүйер қауым және додаға түсер дүлділдер. Дүниеде құбылыстың бәрі тозады, тек қана өшпейтін, ескірмейтін бір нәрсе болса, ол адамның артында қалған асыл сөзі. Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді деген бабалар өсиеті бүгінгі жиынымыздың басты мазмұны іспетті. Бір ауыз жалынды сөзімен ұлттың намысын оятып, жүректерге нұр қоятын ақындық өнер қашанда халық рухани тірегі болған. Міне бүгін біз осындай биік парасат ес туған өнеріміздің мақтанышы Сағынай Ешекеновтың 75 жылдық еске алу мүшәйрасына бас қосып отырмыз. Сағынай ағамыз жан нұрдан, сөз жырдан жаралған тұлға. Оның мамырда майда жаңбыр атты жинағы оқырманның көңіліне көктем оратқан туынды болды. Ағамыздың жырларында іңкәрлік пен сыршылдық нағыз таланттың ауыл топырағындағы шындалатын дәлелделді. Талайлар үлкен қалаларға ағылып жатқанда ол кісі туған жердің киесін күзетіп, ауылда жүріп ақ облысқа тіпті республикалық танымал сөз зергеріне айналды. Сағынай ағамыз елдің ісіне білек сыбана араласқан азамат. Оның жастарға деген қамқорлығы мен ауыл болашағына деген алаңдаушылық зор болды. Өзіңіздер деректі фильмде көрдіңіздер. Атап айтсақ, бүгінде Шижаға өңірінің мәдениет ошағына айналған Шижаға мәдениет клубының бой көтеріп,
іске қосылуына ағамыздың сіңірген еңбегі орасан. Өз басына халықтың мүддесін жоғары қойған асылдың бұл ісі кейінгі толқынға мәңгілік өнеге. Бүгінгі сағындырған сағынай атты додасына киелі жаңғырғаннан бастап Айдынды Аралға дейін 7 ауданнан іріктелген 10 ақынның қатысуы ағамыздың шығармашылық мұрасының шекарасы кеңдігін айқақтайды. Осынау сауапты да тағылымды шараның жоғары деңгейде өтуіне ұйытқы болып, әке аманатына адалдық танытып отырған Сағынай ағамыздың ұрпақтарына, аудан әкімдігіне және барша жерлестеріміздің атынан шын жүректен алғыс білдіремін. Сіздердің демеушіліктеріңізбен асылдың сынығындай атқарған істеріңіз бабалар дәстүріне деген құрметтің үлгісі. Қадірлі ақындар, бүгінгі байқауда қаламдарыңыз қарымды, ойларыңыз орамды болсын. Алғысымызды білдіреміз. Қадірлі ағайын, жыр мүшайраның мақсаты Сағынай Ешекеновтің өмірі мен еңбек жолындағы жайында мағлұмат беру, ол туралы ізденістерін ортаға салу, ақынның мұрасын насихаттау, сан қырлы тұлғалық болмысын жан-жақты ашу, халық арасынан талантты өнерпаздарды табу. Ендеше бүгінгі мүшайраның ережесімен таныс болыңыздар. Бірінші кезеңге ақын Сағынай Ешекеновтың өлеңдерінен бір өлең, екінші кезеңге ақынға арна өлең. Ендеше ақындарымызға сәттілік тілеп, сахна сыртына шығарып салайық. Сағынай Ешекеновке арнау жырмен сахнада айтыскер ақын Қайрат Құлекешев құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Жеткенде жайнап жаңа жасыл көктем, мезгілде аспан жауын шашын төккен, Сағынай ағамызды еске алмаққа бұл жерге ақ жүрегін ашып жеткен. Ассалаумағалейкем баршаңызға, армысың құрасқан ел басың көптен. Ағамыз мыңға татыр тұлғеді қойы, жаралған қасиетті асыл тектен. Жалындап өткен жарқын ғұмырында ешбіреу кеміткен жоқ басын бектен. Осыдан тура 43 жыл бұрын бірін тұл құлағымда тосын жеткен. Сол сәтте мұна тұрған сіздер еді, жанардың құдай ащы жасын төккен. Жарықтық көңілімде тұр ғой әлі, жалғаннан 32 жасын өткен, ай, жасын өткен. Шынында бағасы бар асыл еді, жарқ еткен от еді ғой жасын еді. Шабыттың шар тараптан нұрын жинап, мамырда майда жаңбыр шашып еді. Өмірдің өнер деген өлкесінде алайық алтын сақа асық еді. Термеші сұрағанды жырау танып, бекзақтың ақын қырын ашып еді. Тайынан екеуіне тұмары байлап, дүбірлі додаларға қосып еді. Оларда ағым үтіні ақтай біліп, аттары алтығырдан асып еді. Әкеттау үшеуінде арамыздан ажалдың келген қара қасыр еті, қасыр еті. Таптырмашан болыпты кеңесерге, үйретер елдің қамын жеп өсерге. Мен әлі ондаяға таппай жүрмін, ізіне іні болып ілесерге. Артына өлмес өлең жыр қалдырды, қолтығын
қисайғанның демесерге, және де жасампаз ұл қыз қалдырды, мың жасап ұлықпанмен теңесерге. Барлығын осылардың аманаттап кетіпті Сақып Жамал жеңешеме. Білемін оған доңай болмағанын, жарасар осы бүгін не десе де. Шүкірлік айтып жүр ғой Құдайына, тағдырмен қуат берген күресерге. Сіңіріп бойға қанын бабасының, үйренген жастайынан дала сырын. Ағам тірі болғанда жүрер еді ау паш етіп. Көпшілдігін жаңашылын, 70-тің бесіндегі думанында келтіріп той жасар мет жарасымын. Жеңеше Құдай сізге бере берсін, ұстанып келдің адал ар асылын. Ағамның арманы жоқ деп айтамын, өзіңдей сүйіп өткен жарасылын. Ағайын сіздерге де мың рахмет, өздері екенсіздер жанашырдың. Баршаңа әруағы ырза болсын, Дәріғұл әке атамыздың баласының, ай баласының. Алғысымызды білдіреміз, қадірлі ағайын. Енді ақындарымыз бірінші кезең бойынша өлеңдерін оқиды, яғни Сағынай Ешекеновтың өлеңдерінен оқиды. Ендеше сахна төрінде алғашқы болып өлең оқитын Шыңдалы Шапағат Қазалы ауданы құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Сағынай Ешекенов, ана туралы толғау. Тыңданашым, жырым саған арналсын, күлім қақша, жаман ұлың алдансын. Қаншаялап құшсамдағы өзіңді, бір мен үшін таусылмайтын армансың. Бұлдырасам, бір сөйлемді сызып қап, отырушең, күлім қағып қызықтап, есейсемде, бұлдыр қағам кей кезде, ұлы шабыт шарабына қызып қап. Ұзақты таң, бесігіме қол артып, қарайтынсың, тоймайтынсың құмартып, көрушедің жаялықты суланған, әлемдегі алтындардан мың артық. Тәтті ұйқысыз өтті талай күндеген, жан емессің, қабақ шытып үндеген, аздық қылар, еңбегіңді бағалап, эпос жазып, тастасам да күндемен. Әкешімнің кең шапанын киіп кеп, шаттанушең, бұзау қусам киік деп, бұл күндері кешіп жүрмін шалшықты, дәмеленіп, жұрттар шыққан биіктен. Бір суынып, бірде тасып шарамнан, ыстық ешкім жоқ десемде анамнан, Дәріғұлдың ұлымын деп танысам, салт болған соң, ұлы қалған бабамнан. Бұлтты көрсем, күннің көзін торлаған, бір сен ойлап, қобалжимын толғанам, алыс сапар, шықсам десем анашым, күліп жүріп, пісірушің жолғанан. Тас боп кетер, кейде шалғын бедеге, әлді өзіңсіз дүние тар боп кетеме, ақтармын ба борышыңды анашым, мың арқалап барып қайтсам Меккеге. Мөлдірі Тәңірбергенова, Қармақшы ауданы. Шабытым, шыныңды айтшы, тосырқап неге қарайсың? Мен үшін мәңгі өшпейтін алау арайсың. Төңкерілген мөлдір қарақат жанар ішінде, шер болып мәңгі жатқандай өкпе талайсың.
Тыныстап біраз далаға шығап жаздым бел, қайтадан бірақ сиқырлап тартты сазды үндер. Қой тастан мәңгі қамалын салып кеткен бе, елеусіз ғана құс болып ұшқан аз күндер. Мен емес педім өзіңмен мәңгі жарыспақ, сен емес педің қаламды берген сен ұштап, шалалық мінез көрсетіп әлде алдық па шамалы күндер, хабарсыз кеттік алыстап. Шынымен саған кеттім болып тағытым, кешірім етте құшақта мені шабытым. Жүректің шерін тарқатып біраз тастайын, мен дайын, кәні балауса жырлар ағытыл. Сәния Жақып, Жалағаш ауданы. Сағынай Ешекенов, кезеңдерде болады. Күн менен түн алмасып, әйтеуір таң атқандай, бір бақытты, бір бақыт басқа теуіп жатқандай кезеңдерде болады. Екі дос жатса керісіп, жиып тастап ұятты, екі дұшпан сыртынан күліп тұрған сияқты кезеңдерде болады. Шалқар шабыт кезінде шөлір кеп келген жырғандай, бір биікті бір биік қызықтырып тұрғандай кезеңдерде болады. Шынтуайтқа келгенде бір көлдің суы сиятын, толмаса да деңгейге басқа арнаға құятын өзендерде болады, кезеңдерде болады. Данияр Уәлиев, Сырдария ауданы. Ассалаумағалейкум. Қасқыр туып намыстан өлген Бекіре Жалбектердің ұрпақтары. Сағынай Ешекенов, табиғат ғасыр. Ғасыр бойы кетпейтін құлағымнан, шат күлкіні үйрендім бұлағыңнан. Тастан тасқа секірген тыным таппай, еркелеуді үйрендім ылағыңнан. Тәттілікті үйрендім қаймағыңнан. Дарқандықты үйрендім аймағыңнан, асаулықты үйрендім мұрындықсыз, бас білмейтін буыршын тайлағыңнан. Есеюді үйрендім күндеріңнен, ұяңдықты үйрендім түндеріңнен, мықтылықты үйренсем ғой тасынған, нәзіктікті үйрендім гүлдеріңнен, мырзалықты үйрендім жұлдызыңнан, сұлулықты үйрендім құндызыңнан. Қызғалдақтай көркейген, құлпырған төскейінде адамдықты үйрендім ұл-қызыңнан. Рахмет. Ғабит Кәдірбай, Қызылорда қаласы. Сағынай Ешекеновтың «Күрес» деген өлеңін оқып берейін. Зал іші мынау толған көп, кілемнің үсті күш аптап. Қас қағым уақыт болған жоқ, бірін бір алды құшақтап. Қоюшы меді мұндайда, ес шығарып қаратпай, сусылдап қолда тұрмайды, тершіген дене шабақтай. Жайдары ашық күн қайда, жайдары ашық күн қайда, ортада күрес борасын, күреспесең де мұндайда, күрескенде ақ боласың. Жүрді де үнсіз байқасып, атылды екеу найзадай, денелер қалды айқасып, шарт ете түсіп найзағай. Көздерден мынау жайнаған, тәтті үміт кетті төгіліп. Шалт қимыл оқыс айладан, жатқандай жеңіс көрініп. Мәрт жігіт шабуыл бастады, хас батырдайын сайланып, лақтырып бір сәт тастады, сырт беріп, оқыс айналып. Сүйсініп, атып тұрасың, базардан әкем келгендей, бабамның асыл мұрасын тек соған үйіп бергендей, қарсылас қалды еңісте, қуаныш болып жүзді үміт.
жігіттен бұрын жеңіске бір сұлу отыр үздігіп. Бірақ өлең оқимыз ба? Алғысымызды білдіреміз. Бірінші кезең бойынша өлең оқылып жатыр. Келесі кезекте сахнаға шығатын Бекжан Ержігіт, Шиелі ауданы. Табиғатқа сыр. Ғасыр бойы кетпейтін құлағыңнан, шат күлкіні үйрендім бұлағыңнан. Тастан тасқа секірген тыным таппай, еркелікті үйрендім ылағыңнан. Тәттілікті үйрендім қаймағыңнан, дархандықты үйрендім аймағыңнан. Асаулықты үйрендім мұрындықсыз бас білмеген бұбыршын тайлағыңнан. Есеюді үйрендім күндеріңнен, ұяңдықты үйрендім түндерімнен. Мықтылықты үйрендім тау тасыңнан, нәзіктікті үйрендім гүлдеріңнен. Мырзалықты үйрендім жұлдызыңнан, әсемдікті үйрендім құндызыңнан. Қызғалдақтай құлпырған төскейіңде адамдықты үйрендім ұл қызыңнан. Айғаным Мәденова, Жаңақорған ауданы. Мен туыппын, гүл айы май айында, көп қуаныш әкеле бағайынға. Тұңғыш рет ән салдым пәк даусыммен, құшақ атты анамның сарайында. Бақыт нұры шаттығын төккен ізгі, сайынғырдың гүлдерін көктемізді. Балалықтың өткердім аунап қунап, толқынымен алысып көктеңіздің. Мен қазақтың ұлымын, мақтанамын, ғарыш жақты қаласам бетке аламын. Жарылсын бомбаның көргенім жоқ, жырға қосам шопанның ақтаяғын. Еңбектесе жан бұзау ерінбеген, көңілімде Дастархан жерімде кең. Жөнін айтып келгенді жер түбінен, қарсы аламын әуелі төрімде мен. Мойындамас өлеңнен басқаңызды, менің жаным мәңгілік жас тәрізді. Байрон абай болмай-ақ қояйыншы, бассам деймін қасымдар басқан ізді. Тал бойыма жинаған барасылын, сұңқарыңмын арусыр даласының. Асып кеткен түгім жоқ өзге жұрттан, қарапайым қазақтың баласымын. Келесі кезекте сахнаға шығатын Ұлағат Ханзада, Қызылорда облысы. Біз екеуміз кең әлемнің жасырғандай келбетін, қараңғылық торласа да жер бетін, әлиқы жоқ, мен қағазға үңілсем, сен отырсың сәбиіңді тербетіп. Қалың ойда қайта-қайта сабалап, мен отырмын жыр жолдарын саралап. Кірпігіңді ұйқы келіп жапса да, сен отырсың бөбегіңді аялап. Мәпелесем әр шумақты гүлім деп, сен қарайсың сәбиіңе күлім деп. Мені шабыт ұйықтатпаса мазалап, сені ботаң ұйықтатпайды өл деп. Тыныштықты шуылымен таңдантып, бозамықтан қалыпты ғой таңдатып. Тап осындай өте берсін түніміз, мен үшін сол бар қызықта бар бақыт. Төремұратов Жансерік, Арал ауданы. Кешіріңдер қызғалдақтар.
Қош бол дедім, бойдақтық бозбалалық, уақыттың зымырап озған анық. Жастық шақта қайғызбен би биледім, ол жақтарын қой достым қозғамалық. Қызғалдаққа жоқ теге өкпем менім, бір көткізген жастық шақ көктемдерін, кездескенде жадырап қауышыңдар мына менмен, дәме ғып өткендерің. Таптым бүгін бақытым арманымды, көрсең сонда алаулап жанғанымды, ұмытпассың мәңгілік алғаш рет, мамырайда гүл сыйлап барғанымды. Ұмытпассың алғашқы өткенімді, жүрек сырын жыр қылып төккенімді. Кешіріңдер қыздарау бір сақанға, айыр бастап бәріңді кеткенімді. Келесі кезекте сахнаға шығатын Айдар Сайлауов, Арал ауданы. Ерлерден бұрын қашанда, ұжданы төмен езелген, еріндер барау балауса, сусына қамбай кезерген, алтын күн шықса ұядан, сұлу ай менен таласып, біреулер тапса бақытын, біреулер жырау адасып, алтын күн шықса ұядан, жас шыбық тұрар майысып, кәремен тұрар еңсені кәрілік жетіп, қайысып, ұшшагер шабыт кептері, ашылар жырдың беттері, осының бәрі бір сәттік өмірдің фрагменттері. Ал енді қадірлі ағайын, ақындарымыз бірінші кезең бойынша өлеңдерін оқыды. Ендеше келесі кезекте Сағынай Ешекеновтың сөзіне жазылған Өмірзақ Айтжановтың әні 25 сахнада Айбол Амангелдиев құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Ынтызарға гүл зарлы көктеміңе 25 жас ағарман арнас едің, мен соларға жеттім бе, жетпедім бе. 25 жас ағарман арнас едің, соларға жеттім бе, жетпедім бе. 25 жас сүйсін де қызғанбаған, мен өзіңде көп кездім қыздар бағын. Өзің куә үйдегі жан жаныма, мамырдан қызғалдағын. Өзің куә үйдегі жан жарыма, сыйлағаным мамырдан қызғалдағын.
Жүрекшім боп артымда қалсаң болды, ақ арманға адаспай жеткеніңе. Алғысымызды білдіреміз. Қадірлі ағайын, келесі кезекте Сағынай Ешекеновтың ана толғауы сахнада жыршы, термеші, қадірлі қонағымыз Демеу Жолымбетов. Құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум барша жамағат. Мынау жиын сәтімен өтсін ағайын. Енді Ақтөбеден келгеннен кейін кішкентай сіздермен қара сөзбен амандасып жатқан жағдай. Сағынай ағамды мен көрген жоқпын, бірақ сұрағанмен Бекзақтан көп естідім, әсіресе Бекзақтан көп естідім. Екі сөздің бірінде айтып отыратын, жалпы мен Бекзақтың өзінен тікілей алғаным екі өлең еді. Былайынша өлеңдерін алып жүрміз ғой әр жерден. Бірақ өзінен алғаным екі өлең еді, біреуі сұраған қайтқаннан кейін Алшынбек Сәрсенбаев дейтін атақты жырау ағамыз болды. Соның Бекзаққа жазған хаты бар, бір көңіл қош айтып. Соны бер, сосын Бекзақтың жаңа аты шығып жүрген уақытында Сағынай енді өнерін көрейін деп тыңдағанда, бір ән айтып отырғанда ма, арнап айтып отырғанда ма, Бекзаққа күліп отырып, сен өз түбі бірдеңе шығады деген екен. Содан кейін Сәкен қайтқаннан кейін бір жазған 4 шумақ өлең Бекеңені өз қолымен беріп еді. Оны енді қазір басқа інілеріміз айтар. Енді сосын бір ұтымды сөздерін айтатын, бірде бір конторда істейтін қыз ғой. Сол қыз мүмкін осы арада отырған шығар, бүгінде сол қыз әже болды. Сол қызға 40 пунктіне барып кел деген ғой. Ол 40 пунктіне барып көрмеген, далаға шығып көрмеген қыз, ол жер қай жер алыс па депті. Сонда айтқан екен, алыс па дейсің ба? 40 пунктіне бар, өкшеңді көтер, ар жағында андық көрініп тұр деген екен. Сол Сәкеңнің сол ұтқыр сөздерін айтып тұратын. Енді мен мынау Сәкеңнің болады деп жатқан кешіне мына Қайрат інімнен естідім. Жалпы Қайратты танысқаныма көп болды. Сағынай ағамның баласы екен жақында білдім. Сол Қайрат айналайын бір екі өлеңін берген, оның біреуін жаңа айтып кетті, ана дейтін. Соған дайындалып келеді, мен оқып айтып беріп жатыр, біз жатқа айтып берейік, Таңданашым жырым саған арналсын, күлім қақшы жаман ұлың алдансын. Қанша ялап құшсам дағы өзіңді, бір мен үшін таусылмайтын армансың. Бұлдыр қақсам бір сөйлемді сызып қап, күлім қағып отыру үшін қызықтап. Бұлдырдасам бір сөйлемді сызып қап, күлім қағып отыру үшін қызықтап. Бұл күндері есейсемде бұлдыр қағам кейгелде, бал шабыттың қызығына, бал шабыттың бал нұрына қызып қап. Ұзақты таң бесігіме қол артып, қарайтынсың, тоймайтынсың құмартып. Көруші едің жаялықты суланған, әлемдегі алтындардан мың артық. Тәтті ұйқысыз өтті талай түндеген, жан емессің қабақ шытып үндеген. Аздық болар еңбегіңді бағалап, эпос жазып тастасам дау күндемейін, күндемейін.
әкешімнің кең шапанын киіп кеп, шаттанушың бұзау қусам киіктеп, бұл күндері басып жүрмін шалшықтай, ой, дәмеленіп жұрттар шыққан биіктеп. Бір суғыным бірді тасып шарамнан, астық ешкім жоқ десем де анамнан, Дәріқұлдың ұлымын деп танысам, салт болған соң қалған ұлы бабамнан. Бұлтты көрсем күннің көзін тұрылған, қобал жеймін көзіңді ойлап толғанам. Алыс сапар шығам десем анашым, күлім қағып пісірушең жолғанан. Тас боп кетер кейде шалған бетеге, бір көзіңсіз дүние тар боп кетеме. Ақтармын ба бұрышыңда анашым, мың арқалап барып қайтсам Меккеге. Ақтармын ба бұрышыңда анашым, мың арқалап барып қайтсам Меккеге, Меккеге. Демей оғамызға тағы да қаттырақ қошемет соқ қойыңыздар, қадірлі ағайын. Келесі кезекте ақындарымыз екінші кезең бойынша өлеңдерін оқитын болады. Ендеше сахна төрінде Шыңдалы Шапағат, Қазалы ауданы. Сағынайды сағыну. Шижағаның бойында шитербеліп, мұңын шағар бақиға икемделіп, сағынайды сағынып шимен бірге, көңіл босап, көңілсіз күйтербедік. Қиылса да ғұмыры жастай кетіп, туған жерге қаланған тастай бекіп, ши сазгерден шығады мұңлы бір үн, ақын өлең жазарда қостай кетіп. Ши сабақ солқылдай ма өнер жайлы, сағынай жазбай кеткен өлең жайлы, сөз жазсам болам екен сол әуенге, жағаңда қалып қойған кемең жайлы, тағы да жазсам екен нелер жайлы. Жыр жазсам жүректерге жетеме деп, менсінбей жүрмесін жұрт бетеге деп, өмірді ұқпай жүрген біздейлерге өлеңді ұғатындар өте керек. Сағынай елесінде қалып бекен, жырларын ұғып жұрты танып бекен, табылар әр жүйрікке бір батыраш, жырларым жығылғанда налып кетем. Алмаған адамдай боп аты бәйгі, болмаған осал жырмен ақын әйгі, біздің ел сағынайын сағынды ма, сағынып ши жығылып жапырайды. Кім айтар жырларымның оты жайлы, шабытым келмей кейде тоқырайды, бұл күні шиді де ешкім тоқымайды, бұл күні жырда ешкім оқымайды. Келесі кезекте сахнаға шығатын Мөлдір Тәңірбергенова, Қармақшы ауданы. Туған жеріне кіндігімен байланған Сағынай Ешекеновке. Қазақта мынау ырым көп бәрі сенетін, үлкендер бұрын мәнісін айтып беретін, туған жеріне қайырлы болсын деймекен, кіндігін ұлдың табалдырыққа көметін. Бабаларым-ай, әріден бәрін ойлайтын, қанменен келген құндылық күшін жоймайтын, топырағына байланған сол ұл өскен соң, қайтсе де елге қызмет етпей қоймайтын. Ашылсын солай сөзімнің сырлы қамалы, шижаға төрден еседі жырдың самалы. Сағынай ағам шағаладайын шар құрған, өнерін елдің түтету болып амалы.
жұлдызын жағып, талантты талай табады, ұл қызын бағып өсірді ұрпақ саналы, азаматының тілеуін тілеп отырды, Тәңірі қосқан үйінде сақып жамалы. Жүрекпен сүйіп, туған жер тамыр тірегін, шыжағасымен танытты көпке сырелін, кіндік қанының тамған жерін ол түлетіп, маңдай терімен гүлдендіргенін білемін. Азғандай уақытта ауылды өнер төр етті, әу бастан Тәңір елменен егіз ер етті. Өз заманынан озып бір туған қайраткер атаның емес, халықтың ұлы боп өтті. Халқыңның аға, шөлден бір тапқан көлісің, салдың ғой жолға тентегіменен телісін. Бір күні босқа өтпегендейін сезілер, ғұмыры қысқа жандардың көбі мен үшін. Ұстазым дейтін көзі бір жанып шырадай, мүмкін бе сіз деп естелік айту жыламай, сағынай ағам, сұраған досым деп әкем сағынушы еді, соңынан кетті шыдамай. Ұқсастау келер көп таланттардың тағдыры, елім деп жұпар шашады әр күн жан гүлі, мақпалдай болып көңілдің сүртер айнасын, сағынай өлең мамырдың майда жаңбыры. Ісіңмен адал, ағажан дәйім естесің, осылай қызың өлеңнің төкті кестесін. Туған жеріңе кіндігіңменен байлансаң, ел жүрегінен белгілі мәңгі өшпесің. Сәния Жақып, Жалағаш ауданы. Сағыныш. Бірі батыр бесігіне сыймаған, бірі ақын елге жырын сыйлаған, таланттарымен тектілер толғатқан құрсағыңнан айналайын шежағам. Дос жолына ақ жүрегін төсеген, тұлғасы нар, болмыс бөтен кесегер, сен дүниеге келген сәтте аспанда өмір зая жұлдыз туған десе дел. Естігенде тұлпарлардың дүбірін, дүйім жұртың сағынадау құлынын, сол жұлдыздай жарық шашып түнекке, сол жұлдыздай қысқа болған ғұмырың. Сағыныштың белгісі боп сарғалдақ, тағдырыңды өлмес мәңгі ән жалғап, таңдайына Тәңір құт қып сөз салса, маңдайына өлеңімен жазған бақ. Құздан құлап, құлаз үйді құс көңіл, алда ярман, өрім талды тұста жүр. Бір тамшының ішіндеме бар әлем, бір қамшының сабындай ма қысқы өмір. Қыр соңынан қуамын деп арманның, бұйрығынан қашқаның мен жазғанның. О құдірет, бұл не деген сәйкестік, туған күні дүниеден озған күн. Ұлылардың бізге жеткен дерегі, ажалы да өзгеше боп келеді. Сен өлмедің, жүрегінде жұртыңның дүниеге қайта келдің себебі. Бал өлеңсіз сен өмірді сүймесең, қази сырдың қазығымен үндесем. Майда-майда жаңбыр жауса мамырда, сен жанымда жүргендей бір күй кешем. Көк аспанға шашып қойған тарыдай, жұлдыздардан сен іздедім Тәңір ай. Өмір зая ағып түскен сол күні, әнге айналып кетті мекен сағынай, жырға айналып кетті мекен сағынай. Келесі кезекте сахнаға шығатын Данияр Уәлиев, Сырдария ауданы. Сағынай туралы сыр. Көз ілдім бүгін күрсініп тағы, ескіріп жайды неше өткен. Атады ертең тіршілік таңы беймәлім бізге есеппен. Жақсылық дәйім жырланар болса, кім шығар алып тұғырға, өлмейтін аты тұлғалар қанша өлшеулі мына ғұмырда. Сол көштің басын сен бастап тұрсың, өлең боп келдің бағалым.
туғызды сені енді асқақ жырсың, түлетті сені аралым. Орнаса басқа, бақ ұдай ғажап, ақтарар бізге ғалам үн, атын шығарған ақ ұдай қазақ қазыналы бұл даланың. Әуелден әуле даланы кезген, адамның әсте тағдыры, сағыныш болып тамады көзден мамырдың майда жаңбыры. Дақ түспей түгін мәңгі реңіне, ақ құмдар анау бесігің, жерлеген ел бұл жан жүрегіне Ешекеновтің есімін. Білетін әр жас, бағамдар мұнда, тұлғасын қалмас танымай, аңғарсақ мықты адамдардың да ұстазы болған сағынай. Құрметпен құшып тілеген елдің, көкірегімді қозғайдан, батырлық билер жүрегін ердің, ақындық болса сөз майдан. Жүрегі бардың жан мұңы шығар, өнердің асыл дерт өлең, ақын мен актер тағдыры сыңар, егіз ұғым бұл ертеден. Аңсаған адам кете барғанды, мекен етпекке мәңгүйін, дәрі құлсынды өте талғамды балиға айтқан әлдейін. Бағындырмайтын асау мінезбен, болмысында бар бек қылық, тағдырына жаратқан берген тамырындағы тектілік. Дүлдүл боп өткен даңғайыр дарын, дүние дейтін дүрмектен, дұға жыр төкті нардай ұлдарың өзіңе дейтін құрметпен. Әу бастан ерек бағаң тұрғанда, біздерге рухың самғадер, алаштың елі аман тұрғанда, атың өлмейді тарланер. Келесі кезекте сахнада Ғабит Кәдірбай, Қызылорда облысы. Беу дүние, алдамшы аз күнімен, беймағылым бақыттың назды үнімен, біреуге ұзақ, біреуге қысқа болып өтсе дағы, өлшенер мазмұнымен. Мазмұн дөмір, болмайды қысқа ғұмыр, тағдыр сыйы еркіңнен тыс бәрібір, қатарыңда жүрсе де қарапайым, асылдардың бұл жайлы ұстамы бір. Тірілік қанша бұрса да соқпағына, аз ғұмырға сыйдырған көп мағына, Шоқан Сұлтан Махмұд, төлегендер алашының айналған мақтанына. Иреді ұршықтай үш күн жалған, қанша мүмкіндіктерім ұштың қолдан, аққан жұлдыз секілді жазмышында, ұлылар көп ұлтына ұстын болған. Жазғыра бермен енді жә Құдайды, мәнді өмірді жайпенде танымайды, ізіменен құйрықты жұлдыздардың жарқ еткізді жаратқан сағынайды. Шеге құмды суырып сыңси желі, сүйіншілеп мәрт дала ұл сүйгенін, дәрғылдың толқыттау қам көңілін бір киіп, бір шешкендей сұр шинелін. Жарық күннен ұнатқан от алуды, тартып етті тәңірі опалылды, туған жерге тутықтол, көздегенмен асқа қарман алысқа апаруды. Келі ата мекеннің қойнауында, дүркіреген атағы қойлауылда, майдангердің баласы алғы шепте ат ойлады мәдениет майданында. Жастық жігер жарқылдар алдаспандай, абыройы сәт сайын берді аспандай, оқыған жан өлеңін сезінетін ебейсін құдығынан шөл басқандай. Саңлақтарын уақыттың өзі жоқтар, дәуренінің сәулелі кезін ақтар, Сағынайдың қосылды сүрлеуінен сара жолға сұраған бекзақтар. Сағынайын сағынар елі болса, тектілік тамырының сөлі қалса, ши жағаның құмынан кетпейдізі, суырса да уақыттың желі қанша. Бекжан Ержігіт, Шиелі ауданы.
Қырында сөзді баққан түйе байлап, сабадан қымыз ішіп, бие жайлап, ұлыңда бақ болмауы мүмкін емес, құмыңда құндылық бар, киел аймақ. Шабыт іздеп шарламай, шалқып төрді, ауылына атбасын тартып берді. Қарабастың қамышын қала кезбей, атанасын атақтан артық көрді. Туған жерді түлетіп құштың жалын, сағынышпен арнадың күштің бәрін. Мәдениеттің мәйегін мәпеледің, іштен біліп туғандай істің мәнін. Театрда талантын танып келіп, шижағада қанатын шабыт керіп, оркестрдің әкесін танытқансың Алматының төрінен жарық беріп. Әртістерді жинамай, әрелдегі, туған жерге сіңірген бар еңбегі, алақандай ауылдың ұл мен қызы Алатауда екенін дәлелдеді. Қаламы тірілтсе де мүсін жырды, халқым деп қара терге түсіп жүрді. Таң алдында шыққанмен жарық келер шолпан жұлдыз екенін түсіндірді. Ел күтпеді болар деп бұлай шегі, жыласа да тарқамас мыңай шері. Асып туған жансың деп қатарыңнан асықтырған секілді. Құдай сені көзімізде қалғанмен көркің мейлі, ғұмырың өзегіме өртірлейді. Руханиятын тірілттің шижағаның, рухыңды рух делің өлтірмейді. Айғаным Маденова, Жаңақорған ауданы. Сағынайдың есіме алып еңбегін, құла ердей сүрінбедім, ерледім. Сөйлейлердің ізін жалғап жеткізген, шайырлардың мекені деп келгенмін. Үстем болып асқақтасын мерейін, дүрлер өткен дүбіріңе ерейін. Құла ерді мініп алып бәйгеңнен, айқай салып, сүйіншілеп келейін. Сағынай Ешекеновке арнау, жасындайын жарқылдаған жырлары, өтті болып тұғырлы да тұлғалы. Мен айтайын алдарыңда ендеше, шижағада өскен ақын туралы. Бала күннен жақын болған өлеңге, шабыт шіркін көнген емес көгенге. Қысқа ғана ғұмырында сәулелі, мәңгі мұра тастап кетті өнерге. Ғимарат сап, үйірмелер ашқаның, шаруа емес қолдан келер басқаның. Ансамбльде құрдың өзің бас болып, жинап алып ауылыңның жастарын. Болғанымен қысқы өмірде сапарың, сен көрсеттің не екенін сапаның. Кіп-кішкентай отырып аға ауылда, бүкіл елге мәлім болды атағың. Шижағада өсіп өндің, түледің, ауылым деп соқтар қашан жүрегің. Шәкірттерің, ұрпақтарың бар кезде, сенің ізің жоғалмайды білемін. Мақтадан да болған адам ақ ара, бәрімізге алтын басы бағалы. Өнер деген көктеңіздің кемесең, сағынайын, сағынады аралы. Сен өнерге бола білдің бақташы, сен өнердің бола білдің патшасы. Шижағадан өнерге ашқан есігің, ешқашанда тот баспайды топсасы. Ұлағат Қанзада, Қызылорда қаласы. Құбарлан. Жыр қостым ізгі тілекпен,
мерейлі бүгін кешіңе, өзіңнің жырың түлеткен санақын сырдың төсінен, аралдан шыққан ақиық ағаларымның бірісің, өлмейтін жырың балиып тұрғанда мәңгі тірісің. Ақ семсер алтын балдақты, өлеңнің өпкен дидарын, жүрекке барлық салмақты жиып ап жерге сыймадың. Құбарлан сынды құйғытып, қызылды қырдан асырмай, бұлдамас арын сүйгітіп, сағынай жаны жасындай шаттанып жатыр шижаға. Сенімен қайта қауышып, әніңді шабыт сыйлаған, айталмас ешкім тауысып, басқан ізіңді сауық кіл. Ерекше бүгін таң нұры, жыр болып әне жауып тұр мамырдың майда жаңбыры. Келесі кезекте сахна төрінде Төремұратов Жансерік, Арал ауданы. Сағындырдың ғой сағынай. Кетсең де келмес сапарға, ұқсайсың таң боп атарға, жырларың ұрпақ үнімен кеткендей тарап жаһанға. Азамат біліп еңселі сыйлаған екен ел сені, танымаймын деген жан болса мақұрым дерем мен соны. Кісі деп көркем көшелі, маңдайлы бағы беселі, көз көрген жандар кешегі бір туар адам деседі. Таланты тулап тасыған, жасындай жанған жасынан, сағындырдың ғой сағынай деп кейде толқып басылам. Тым қысқа болды өмірің, әттең деп менде ашынам. Төгілген сөзің ұртыңнан, өлең боп түсті құлпырған, балбұлақ жырың бұлқынған, айналдым ата жұртыңнан. Ебейсін ата құдығы, секілді бұлақ тұнығы, сол құдықтан су ішкен елден бір ерек туымы, сен де бұл елдің құлыны, желкіл деген тұлымы, мен де сол елдің құлыны. Өлеңмен танып өзіңді, ашқанмын кеңге көзіңді, таныдым жастай көрмей-ақ жайнаған жарқын жүзіңді. Іздеген қалқың таппай жүр, аққұмда қалған ізіңді, жаңғыртып жатқа айтып жүр, артыңда қалған сөзіңді. Келесі кезекте сахна төрінде Айдар Сайлауов, Арал ауданы. Ақылды сақтайтын мінез деген сауыт. Абайдың 32-ші қара сөзі. 32. Жаңбыр үні жаныңды ойғыраған, тағдырыңды тәпсірлеу қайда маған. 18 мың ғаламның сырын іздеп 32 жыл кешкен қайран ағам. Ақын сыймас, сыйса да ғалам қадам, арыныңа яралға алаңдаған. 32 тісімнен шықпаған сөз 30 елге тарар ма тарам. Мамырдың жаңбырынай, бақыттымын, ақтық сырын ашпады ақық гүлің. Сағынайын сағынған дархан дала, бархан құмға барады батып бүгін. Дүлдүл ғасыр, дүбірден қашықтаған, бұлбұл ғасыр айтпастан жасып қалам. Ши сындырып көрместен ши зағада, ағау менде 30-дан асып барам. Біз ақындар түтекте тоңбағанбыз, сор үстінде өссек те солмағанбыз. Ота үстінде оянбай қап жатсақ та отаным деп өлетін соңғы адамбыз. Қыршын күннің антындай құстың қаны, мамырдай мөлдір емес түстің бәрі. Жұлдыз деген жай ғана жұлдыз емес, көкке жеткен өлеңнің ұшқындары. Қашып, қажып кеттеген дек бір неше, өңменіне өлігіл ектірсе де, келі саптай келелі істіндірған келте ғұмыр кенезе кептірсе де, сап сақына өмірді өкпен ала, кеуден тыныс алатын көкте ғана. Саясаттан не үшін жырақтадың, ол жақта да әртістер көппе даға. Боталатып қоймайдау босқа құдай, 32 көктемнің от жалынай. Бұл күндері аралдың теңізі жоқ және де жоқ сағынай. Ұлы елдің ұлытып дауы түнді, жазғыштардың жазмыш жауы тынды. Қасқыр намыс, қой мінез қайран қазақ, әлі күнге сақтап жүр сауытыңды. Мінекей қадірлі ағайын, ақындарымыздың екінші кезең бойынша өлеңін
тыңдадыңыздар. Ендеше қазылар алқасын ойласу бөлмесіне шығарып салайық. Қазылар алқасының шешімі шығам дегенше аудан өнерпаздарының концерттік бағдарламасын қабыл алыңыздар. Сағына Ешекеновтың сөзіне жазылған Серік Шотықовтың әні «Әке әлдейе» сахнада Айгүл Ердәулетова. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Келесі кезекте ағаларым әнмен сахнада Дәулеткерей Қуанқанов. Қошағы оттай ыстық сахарадай, көңілі алып ұшқан шағаладай. Алдымнан көкем ай деп шығатұғын, сендерді сағындым ғой, сендерді сағындым ғой, ағаларым.
деп қалдырған өздеріңді бабаларым. Қажымастар анарым, кең байтақтан аларым, күнімде бір келедер, аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Өзіңе сыйынамын, қандай жақсы, сөзіңе сүйсінемін, балдай тәтті. Ерлердің ағасы бар, жағасы бар, алдыңда ағаң болған, қандай жақсы. Aman bol ağalarım, aman bol ağalarım. Kaçmazlar anarım, keng baytaktan alarım. Günümde bir keleder, aman bol ağalarım, aman bol ağalarım. Aman bol Келесі кезекте Шымберген Сүлейменовтің әнімен сөзіне жазылған «Беу дүние» әні. Сахнада Айгерім Таңатова. Жүрегімді жырмен аштым, тәтті өмірді тілге бастым. Бірде тоқпын, бірде ашпын, бірде қартпын, бірде жаспын, бірде момын, бірде таспын. Айтшы өмір кімге жалған, кімге рассың? Беу дүние десеңші. Өткен күндер бұлдырайды, келер күндес құлдырайды. Бір қуаныш, бірде қайғы, кім көнеді, кім күнайды. Таңда туып, кеш күледі, ақшамда аспаннан дау күн құлайды. Беу дүние десеңші. Қақтағалы асыл анық, аққа тұрар көшін алып. Ай туады ол өлеңі, 30 күннің басын алып. Өтер бір күн дүние жалған,
шалғын бүрленеді, көзді солып гүлділеді, қыста қар бүркенеді, бірін алмасумен өткізіп 12 айды шалдыледі. Беу дүние десеңші, байды емеспіз, шарлы емеспіз, құныққанмен әтті есіз. Бірі атса, бірі батқан, пенде деген таңмен кешпіз. Сөйтіп жүрген бұл фәниде бәрібір сенде менде мәңгі емеспіз. Беу дүние десеңші. Келесі кезекте әсем әуезданымен сахнада Назерке Сәрсенбаева. Кешеде жел батқан, әлемге үнін тыңдатқан, жар салып бар жаһанға домбырасын тыңдатқан, әр бабасы ақын болған, батыр болған құндақтан, жырлай келді тәңірім сүріндірме тіл жақтан. Қазақтың теңдігі, басынан кешкен шер мұны, бабаларымның ерлігі, ежелден бізге белгілі, баяны болсын қазағым, тәуелсіз күннің ендігі Қазақтың теңдігі, басынан кешкен жер мұны, бабаларымның ерлігі, ежелден бізге белгілі, баяны болсын қазағым, тәуелсіз күннің ендігі Шараға тегі ағаштар, басқалардан бағасқан, күн көзінен жылынған, күмбезі бар көк аспан, жауға талмас ерлігімен еркіндікке жол ашқан, даладай кең бейілі тек қазаққа жарасқан. Бір алла болсын тілегің, баянды ғұмыр сүремін, иманға толсын жүрегім, қайраты болсын тілегім, тек бақытыңды тіледім, жасай бір менің ұл елім айым. Бір алла болсын тілегің, баянды ғұмыр сүремін, иманға толсын жүрегім, қайраты болсын тілегім, тек бақытыңды тіледім, жасай бір менің ұл елім айым. Ел болдық қой енді азат, біріңе бірің болмашат, жау тимейді жаһанға, еріне қонса ер қазақ, көргенбіз ғой ел болдық қой егеменді ең ғажап, бұл үшеулі ғұмырды тек тәттісін көр қазақ. Бір алла болсын тілегің, баянды ғұмыр сүремін, иманға толсын жүрегім, қайраты болсын тілегім, тек бақытыңды тіледім, жасай бір менің ұл елім айым. Бір алла болсын тілегің, баянды ғұмыр сүремін, иманға толсын жүрегім, қайраты болсын тілегім, тек бақытыңды тіледім, жасай бір менің ұл елім айым. Жасай бір менің ұл елім айым.
Келесі кезекте Айбек Тәңірбергеновтың әні мен сөзіне жазылған «Әкем менің» әні сахнада Дәулеткерей Қуантқанов. Әкем менің ақылшым асқар тауым, сен көрсеттің өмірдің баспалдағын, сенің арқан халқыммен бірге келем, қасиетің кеудеме қосқандарым. Жаным әкем қамқорымсың, қобыз кеуде сал көңілсің. Мен сағынып келгенімде қабағыңнан күлімдеп таң көрінсін, таң көрінсін. Қабағыңнан күлімдеп таң көрінсін, таң көрінсін. Ал енді қадірлі ағайын, құрметті көрермен, осы мүшайраға қатысып жатқан барша ақындарымыздан қонақ кәде сұрайық, өрнекті өлеңдерін тыңдайық. Ендеше сахна төрінде Сания Жақып қыздарыңызды құрмет қошеметпен шақырайық. Қошемет білдіріп қойыңыздар ақындарымызға. Сания, келе ғой. Түптамыр. Уа көк тәңір, уа киелі көк аспан, жол сілтеген жолаушыға адасқан. Өткеннен көз жасагер мына жұрт шибөрідей өлексеге таласқан. Құмалақтай шаш тастап жұлдызды бабаларым болашаққа жол ашқан. Күн шыққанда қасіретті батыстан, қылбырауды тіспен жешкен шатысқан. Дауыл тұрып қақсағанат сұңқары тұлпарының тағасынан от ұшқан.
күнтізбесін төртке бөліп күн айдың, құдіретіне тәңірімнің құлаймын, көк бөрі боп, оғыз туған ортада, жатырына құттарған ұмайдың. Шыққа тұнған, о боз жусан боздалам, топырағыңды жастанбаған назбадам, жел соққанда селеу бас тербеліп қасиетті бозынгендей боздаған. Атпал ерге аманат боп көш тізгін, есігіне телміртпе деп ессіздің, қарошақтың үш бұтындай киелі түбім оғыз, ділім қазақ 300 жолың кешіп, жалпағынан жалғанның, қаһарынан қаймықпаған қандардың, жалғұйрығын тарап мінген тұлпардың, жалайырмын, дулатпенен албанмын. Болашақтың үмітім жоқ демеймін, тілегіммен, ниетіммен көбейдім, арнамысын биік қойған жанынан арғын, найман, кер төбелді кереймін. Жау шапқанда тай салуды білмеген, аққасқасын ерттеп мінген кермеден, Ақсауытты Айдарбектің ұрпағы ем, әлім қызын әлдерге бермеген, жырды сүйген кетелердің бір ұлын, жарғып берген тәңірімнің құлымын, оғыздайын ұлды туған көкбөрі айғағандай ана болсам шынырым, құрсағымды жарып шыққан бөбегім, жыр бесікке әлде айтып бөледім, айдарына үк таққан құлыным, көксемсерлі батыр болса деп едім, домбыралы ақын болса деп едім. Әкем ба ауылға түркіндік келіп отқан қыздарыңыз бар. Ал енді қадірлі ағайын, өздеріңіз көріп отырсыздар, жас Сания қыздарыңыз өрнекті, өрімді өлеңдерін оқып беріп отыр. Енді бұл кісілер жалағаштың біреуі қармақшының атынан шыққанмен, осы түбі Аралдың қызы. Осы төркіндеп келіп отырған қыздарыңызға қошемет білдіріп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Осы ағайыннан жылы өздейді. Енді келесі кезекте Бекзақ Тәңірбергеновтың қызы Мөлдір Тәңірбергенова қыздарыңызды құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Тәтемізде төркіндеп ауылға келіп, осы елдің ыстық қошеметін сағынып келіп отыр. Ендеше қыздарыңызды ренжітпеңіздер, айқайлап шулап осы мүшайраны қыздырып отырыңыздар, қошемет ұрып қойыңыздар. Ал, келе қойыңыз. Туған жерге сағыныш, туған жер сағынамын қырларыңды, ақ бұйра толқын құмдарыңды, тілекші анадайсын күтіп жүрген жыраққа кеткен қыз бен ұлдарыңды, есейіп көңілге бір тоқығаным, таудан да артық екен шоқыларың, жапса да атанамның әппақ жүзін қымбат қой қасиетті топырағың. Қосамын сен әрдайым өлеңіме, толарсың асып тасып кемеріңе, аралым аңсар ғой адамзаттың, сенемін теңіз қайтып келеріне. Сенде өтті балалық шақ арай бағым, өзіңнен қанаттанды талай дарын, теңізді аңсап өткен әкемдейін, жолыңа мен де әркүн қарайладым. Балығың тағы тайдай тулар мекен, шағалаң шаттықтан бір шулар мекен, қашанда қыз тілекші емес педі, өзіңмен жаным егіз туған мекен. Ал енді құрметті көрермен, бүгінгі жазба ақындар мүшайрасына қатысушы барша ақындарымызды сахна төріне шақырамыз. Ақын Сағынай Ешекеновтың 75 жылдығына арналған Сағындырған Сағынай атты облыстық жазба ақындар мүшайрасы өз мәресіне жетті. Қорытынды сөз қазылар алқасына беріледі.
мынау ағайындар, мына Сағынай марқұм замандасымыз, бір жас арамыз екеуміздің. Кезінде өзі осы аралдың табанында өлең жазатын, мақала жазатын, журфакке құмартқан жігіттер, поэзияға, прозаға құмартқан жігіттер көп болды. Ерте кетіп қалды марқұм. Болмағанда мықты осы қазақтағы қазіргі мықты ақындардың біреуі болар еді деп ойлаймын енді. Бірақ тағдырға шара жоқ, амал жоқ. Енді соны ізін жоқтатпай, рухын көтеріп, мына балалары Қайрат, тағы бір бала бар. Сосын мына Ерсайын ініміз, Сақаш мына жерде отыр. Рахмет сіздерге. Қазақ айтады ғой, өлі жебілмей, тірі байымайды дейді. Алладан қайтсын дейміз. Бүгін мынау өздеріңіз көрдіңіздер. 10 шықты аймақтық поэзия мүшайраға. Енді мен бағанда бір өздеріңізде көбе болып отырсыздар. Мен де, мына жігіттер де, мына кімде көбе болып отыр. Өлеңдер жақсы, бұрынғыдай емес, ана бір жылдай емес, өскен жігіттер, оқыған, ізденген. Өзі, Алла тағала өзі адамға, жаңа мына өлеңде жазып жүрген жігіттерге 1% ғана талант береді. Қалған 99% еңбекке келеді. Іздену керек, басың тау құрасын, тас құрасын, бірдеңе ар жағында болса, шығады. Сол сияқты міне, шүкір, жақсы, 10 ақында тайып алған жорғалар, тең басқан аяқтарын. Оң болсын деймін, міне, енді мына, кел айне, сен мына тілегіңді айт өзіңнің. Құрметті, бүгін біз қуаныштымыз, туған жердің топырағында ағамыздың осындай мерей тойын өткізіп, жастарға, үлкендердің есіне салсақ, жастарға үлгі етіп жатырмыз. Барлықтарыңыз келіп қатысып отқан тұрғындарға рахмет дейміз. Аман болыңыздар. Мына жерден мен алтынның сынығы, тұлпардың тұяғы, мөлдірді көріп тұрмын. Мөлдір айналайын және басқа да қатысушылар сіздерге осы өнер жолындағы сапарларыңыз сәтті болсын дейміз. Бұдан да керемет тойларда осындай бір іштеріңізден жарып шыққан таланттарыңыз бағалана берсін деймін. Қадірлі ағайын, үлкен шара өтіп жатыр. Алла жалғасты болсын. Өзі ұлыларын ұлықтамаған ел азады. Мынау Сәкеңнің үлкен бір мерейтойы қарсаңында үлкен шара өтіп жатыр. Мына мүшайраға қатысқан азаматтардың барлығы маған таныс. Менің студенттерім, және олар білет менің өлеңге қатаң талап қоятынымды. Ол енді менің табиғатымнан емес, енді Қадыр Мырзалиев 3 жыл сабақ берген, бізге сол кісіден қалған дәріс бізге. Әбден үйретіп тастаған. Жаңа Төкең айтты, өлеңнің бәрі жақсы. Өткен жылдармен салыстырғанда өсу бар, іздену бар. Және мынау ұйқасыз қуғанның бәрі өлең болмайды. Шумақ көптігі өлең болмайды. Бұнда ой ойнайды, көркемдік ойнайды, ырғақ ойнайды, ішқырғақ ойнайды. Міне осылардың бәрін сараға салып, бір шешім шығарған болдық. Қалған енді Төкең. Айтайын өле ма? Айта бер. Алғысымызды білдіреміз. Ендеше марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер, қадірлі ағайын. Жазып ақындар мүшайрасына қатысушыларды алғыс хатпен марапаттайтын Сағынай Ешекеновтің інісі Толағай ағамызбен келіні Айнагүл апайымызды ортаға сахна төріне шақырайық. Ақын қоғам қайраткері Ешекенов Сағынай Дәрғұлының 75 жылдығына арналған сағындырған Сағынай атты облыстық жазба ақындар мүшайрасына қатысып, жақсы өнер көрсеткен үшін алғыс хатпен шындалы шапағат марапатталады. $30,000 қаржылай сыйақысымен. Дәл осындай алғыс хатпен Мөлдір Тәңірбергенова марапатталады.
Қошемет білдіріп қояйық. 30.000 теңге қаржылай сыйақысымен. Дәл осындай мәтінде алғыс хатпен Ғабит Кадырбай марапатталады. Алғыс хатпен Бекжан Ержігіт марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Айғаным Мәденова марапатталады. Кезекті алғыс хатпен Төремұратов Жансерік марапатталады. Алғысымызды білдіреміз. Жүлделі 3-ші орында табыстау үшін Сағынай Ешекеновтың інісі Ерсайын мен келіні Мираш анамызды ортаға шақырамыз. Ақын қоғам қайраткері Ешекенов Сағынай Дәріқұлының 75 жылдығына арналған Сағындырған Сағынай атты облыстық жазба ақындар мүшәйрасында үздік өнер көрсетіп, жүлделі 3-ші орынды иеленген Ұлағат Ханзада марапатталады. 70.000 теңге қаржылай сыйақысымен. Алғысымызды білдіреміз. Келесі кезекте 2-ші орында табыстау үшін Сағынай Ешекеновтың жұбайы Сақаш апамызды ортаға шақырамыз. Ақын қоғам қайраткері Ешекенов Сағынай Дәріқұлының 75 жылдығына арналған Сағындырған Сағынай атты облыстық жазба ақындар мүшәйрасында үздік өнер көрсетіп, жүлделі 2-ші орынды иеленген Данияр Уәлиев марапатталады. Жүлделі орындарды марапаттау Қазылар алқасының мүшесі, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері Алдажар Әбілевке беріледі. Ақын қоғам қайраткері Ешекенов Сағынай Дәріқұлының 75 жылдығына арналған Сағындырған Сағынай атты облыстық жазба ақындар мүшәйрасында үздік өнер көрсетіп, жүлделі 1-ші орынды иеленген Айдар Сайлау марапатталады. Қошеметтеріңіз болсын. Келесі кезекте ақын Сағынай Ешекеновтың 75 жылдығына арналған Сағындырған Сағынай атты облыстық жазба ақындар мүшәйрасының жүлделі орындарымен марапаттау Қазылар алқасының төрағасы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Жарасқан Абдрашев атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты, Арал ауданының құрметті азаматы ақын Толыбай Аблаевқа беріледі. Ақын қоғам қайраткері Ешекенов Сағынай Дәріқұлының 75 жылдығына арналған Сағындырған Сағынай атты облыстық жазба ақындар мүшәйрасында үздік өнер көрсетіп, бас жүлдені иеленген Сәния Жақып марапатталады. 200.000 теңге қаржылай сыйақысымен.
Марапат иелеріне құрмет қошеметтеріңізді аймаңыздар. Марапаттарыңыз құтты болсын. Сіздерді естелік суретке түсуге шақырамыз. Ортаға жақындасаңыздар. Менің күнім мәңгі күліп шығады, сөнбес нұрлы шаңырағымның шырағы. Бүкіл әлем кішірейіп алдымда, қаламыма сыйып кетіп тұрады деп, ақын жырлағандай сіздерге шығармашылық шабыт, қаламдарыңызға қуат тілейміз. Оқырманның көкейін дөп басатын дүниелеріңіз молынан болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.